Біздің Батыр Бауыржан бейнесі қойылымын сіздер тамашалайтын боласыздар. Сахна төрінде Асқар Тоқпанов атындағы мектеп театры қабыл алыңыздар. Бәрекелді айналайын. Құрық деп берсем құл болма, шыбық деп берсем шіл болма. Бәрінен де шырағым баяны жоқ, ұл болма. Алатаудың қыраны мол еді, қырағы болсын құлыным. Қойлауы суға мол еді, бұлағы болсын құлыным. Елінің тілегі зор еді, шырағы болсын құлыным. Ата тілегі мол еді, құмары болсын құлыным. Бұл жер батырлар төр еді, сыңары болсын құлыным. Әумин. Ата, мен өскенде батыр адам болам. Әй, жарайсын болам. Балам, батырлық ерлік емес, тәртіп. Тәртіп бірінші жаумен емес, өзіңмен күресу. Ал адам болам десең, бірінші намысыңды түзе, екінші есіңді түзе, үшінші сөзіңді түзе балам. Әй, мына бала ешкімге басып жоқ. Келе ғой балам, мен саған ертек айтып берейін. Ерте, ешкі жүні бөртеде, қырғауыл жүні қызыл бізге, құйрық жүні ұзын бізге. Атасының батасымен, әжесінің тағлымға толы ертегі қисса дастандары бала Бауыржанның дана әрі батыр болып қалыптасу жолында жасалған алғашқы қадамдар еді. Менің ең бір соғысым өзіммен болған. Тәртіпке бағыну, жауға емес өзіме қарсы тұру. Байыстауып қалай шотырған. Белоруссия толығымен жау болын өтіп. Мен болсам майданға жете алмай әлі үйде отырмын. Соғыс тек майданда ғана емес қой. Осында да атқаратын жұмыстарың бар емес пе сенің? Қазір мен елдің бетіне қараудан қалдым. Майданда қан қасып соғыс жүріп жатқанда өзіне жылы, жайлы орын тапты дейтін шығармын. Ешкім де олай демейді. Мына бізді де бір мезгіл ойласаң қайтер? Кеше жұмыста бір әйелдің күйеуінен қара қағаз келіп, бейшара шиеттей бала шағасымен жесір қалды емес пе? Оны қара қағаз келіп жесір қалды демейді. Отан қорғау жолында ерлікпен қаза тапты дейді. Балалар біздің әкеміз отан соғысының батыры болған деп мақтанатын болады. Мен райымнан қайтарамын деп ойламын. Мыңның басын саудаға салып, өз басымды сауғалай алмаймын. Менің орным майдан. Мақсатым отанды қорғау. Жолдастар, жауынгерлер мен командирлер, сіздердің қарсы алдыларыңызда тұрған, дауыл деп дауыстап, қаруларыңды алыңдар деп бұйрық бергенімде, қорқып қаша жөнелгенде. Бірер минуттан кейін есін жиып қайта оралды. Бірақ біреуі келмей қалды. Бұл өзі майданнан сытылып кету үшін өз қолын өз атып жаралаған. Бұл қара бел қазір менің бұйрығым бойынша жазаланады.
бұл өз өмірді сен, сөйтіп өлсеңдер сендер өле беріңдер. Ал мен ғұмырымды жалғастыруға тиіспін деп шештім. Кешіріңізші жолдасым, мен енді... Соғыс өлім жітімсіз болмайды. Дегенмен, ерлікпен қаза тапқанды ел ұмытпақ емес. Ұл қыздары, біздің әкеміз отан соғысының батыры болған деп мақтан тұтатын болды. Майданда өзінің әскери борышын абыроймен өтеп елге оралғанда батыр деп бағалайды. Батыр деген сөз қандай асқақ, қандай жағымды естіледі. Ал сен, Боранбай, мына жерде ар-ұяттан жұрдай болып, өліксе болып жатасың. Балаларың сенен бас тартады. Ал әйелің отанын сатқан опасыздың жесіріне айналады. Кешіріңізші бауке, мені ұрысқа жіберіңізші. Мына мен соғысуға дайынмын. Bir қазақтың баласымыз ғой. Жоқ! Біз бәріміз майданға аттанамыз. Бүкіл батальон шайқасқа кіреді. Сен мына солдаттарды көріп тұрсың. Танисың ба? Адал солдат ретінде сен осылармен бірге тұрдың. Бірге ас іштің. Bir шинелді жамылып қатар ұйықтадың. Бірақ соңында осылардың барлығын сатып кетті. Бұлардың барлығы ұрысқа кіреді. От пен оққа қарсы жүреді. Бірақ ең алдымен сені ұрыстан қашқан езді атады. Қызыл әскер Мурин. Жолдас командир. Жоқ, опасын шелінше. Жоқ, әке-шешемше баласыма туысқандар өлген жолдас командир. Тоқтар! Сужирақ қорқаққа, отанын сатқан опасызға, антты бұзған арсызға, бөлімше, көзде, Соғыс, ол өмір мен өлім ордасы. Біз бәріміз ажал құшуымыз керек пе? Жоқ. Жауынгер майданға өлу үшін емес, жаудың көзін жою үшін керек. Сендер отан дегеннің не екенін білесіз бе? Қане жауап беріңдер. Отан дегеніміз, ол біздің совет одағымыз. Отан дегеніміз менің туған жерім, елді мекенім. Отан дегеніміз біз қорғауға тиісті территориямыз. Отан дегеніміз ол совет одағы. Мысалға айтсақ, Москва, біз оны қорғамақшымыз. Солдат, сенің өмір сүргің келеді. Әрине жолдас командир. Әйел, бала шағың бар ма? Бар. Отбасыңмен қайта қауышқың келеді. Дәл солай. Ал сен солдат. Сенің ата-анаң бар ма? Бар жолдас командир. Отан деген сенсің. Отан ең алдымен өзің. Отбасың, ата-ана. Сен жау қолынан қаза табатын болсың. Сенің бала шағаңды кім асырайды? Отан алдындағы борышыңды абыроймен өтеп, елге оралғаннан кейін ата-анаңның алдындағы перзенттік борышың. Ерлік ол соғыста қаза табу емес. Жаудың көзін жою, елге, отбасыға, ата-анамыз бен бала шаға аман есен оралып, әрі қарай солардың бақыты үшін күресу. Сені өлтірмекші болған жаудың көзін жою. Осылай сен өзіңді қорғайсың, өзіңді қорғау арқылы отбасыңның қорғаушысынан аман сақтап қаласың. Сенің әйелің, бала шағаң, ата-анаң мен туыс-туғандарың барлығы бірігіп отанды құрайды. Осылай сен өз жаныңды сақтап қал, отаныңды қорғап қаласың. Түсінікті ме? Бәс солай. Естілмей? Бәс солай. Соғыс тек майданда ғана емес еді. Әрбір ауылда еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін бәрі майдан үшін, бәрі жеңіс үшін деген ұранмен құлқын сәріден қара кешке дейін аянбай тылда еңбектеніп жатыр еді. Бұл күндер баланың балалық шағын, әйелдің өзінің нәзік жанды екенін ұмыттырған ауыр күндер болды. Таң қыла бере басталған жұмыс көз байланар қараңғылыққа дейін жалғасты.
тек түнде ұйқыға жатуға үйлеріне оралады. Соғыс кезінде ұйқының атқарар бірнеше қызметі бар еді. Тынығу, әл жинаудан бөлек азапты тіршілікті ұмыту, ғажайып түстер көру, майдандағы әке мен ауылдағы жарым көңіл баланың қауышуы, қара қағаз алып етегі жасқа толған жесірінің күйеуінің құшағына қайта енуі, жалғыз ұл майданға аттандырып, жанары суалған ананың сол перзентінің тойын тойлап жүргені, жыртық етік, жамау тон болып ұзаққа созылған қысты артқа тастап, жалаң аяқ гүлге толы көгілдір қыраптарға жүгіру, бұның бәрі тек ұйықтаған кезде ауыл адамдарының түсіне кіретін арман қиялдар еді. Зұлмат жылдары әрбір ауыл соғысқа тек адам ғана беріп қойған жоқ. Оған тайлы тұяғымен, еңбектеген баладан еңкейген кәрісіне дейін, қатын қалаш, қыз қырқын, мал жанымен, үмітімен, ниетімен, тілегімен, бүкіл болмысымен түгел қатысты. Hoş geldin batırım. Ауыл осы жеңіс үшін ауыл тұрғындары жылдан тұрмандап жүр. Бірақ нағыз батыр сіздерсіздер бөрке. Сіздер болмасаңыздар, бұл ауыл да болмас еді. Ассалаумағалейкум. Шайырма, бауыржан, аман есен оралдың ба? Құдай қолдап аман есен емсіңа. Жауды жеңіл деме. Мына сұрапылдың бітетін түрі бар ма өзі? Қарағым, өзіңді аман есен дегеніме қатты қуаныштым. Майданда менің баламды көрмедің бе? 3 айдан бері әлі хат хабар жоқ. Аға, менің көкемді көрдіңіз бе? Неге өзіңізбен ала келмедіңіз? Мен көкем қанша неміс өлтірді, аға. Бауыржан, ана ауылдан келген сатылған мен сатылып, сәрсен қызғайды. Исатай мен Әділхан. Ана маматтың балалары қайда? Тере берсең толып жатыр. Не хабар білесің соларынан, бауыржанам? Сонау Балтық теңізі мен Қара теңіздің арасында 1 миллион солдат болды. Осы ауылдан аттанған бір топ құли мен шілмембет бір жерде жүрген жоқпыз. Ешкім жақын майданға кебін кигізіп аттандырған жоқ. Кебенек киген келеді, үміттерімді үзбеңіз. Мен майданнан мүлде оралған жоқ. Азнаулақ күнге демалыс алып келдім. Ер жүрек батыр ұл туғандарың үшін аяуланалар, ардақта келер, сендерге мұңалыз. Нағыз батыр майданда жүрген біздер емес, нағыз батыр ол сіздер. Біз майданда тек қана жеңіс үшін күресіп жатырмыз. Сіздер жеңіс үшін және де тіршілік үшін күресті жалғастырудасыз. Майданда жанған отпен, жауған оққа толарсақтан қан кешіп жүрсек те, азық түлік, керек жарақтан тарыққан жоқпыз. Соның барлықтары сіздердің ерліктеріңіз. Осынау сіздердің ниеттеріңіз бен еңбектеріңіз үшін біз жеңіске жететін боламыз. Ау жеңеш, амансың ба? Солдаттың шидерің киіп алыпсың. Кебенек деген осы емес қыршын. Ағаңды мыналар баяғыда жалмақ. Онымен қоймай, бізді халық жауы деп қорлайды. Біз енді не істемейміз? Қайда барып күн көреміз, шырақ? Шыдар жеңеш. Мына балаңды өлтіріп алма. Бұл балаңның болашағы жарқын болады. Батыр бабамыз басынан сипап, батасын берген сол бала қазақтың бір туары, азаматы Шерхан Мұртаза болатын. Бұл Бауыржан Момышұлының батырлығы мен даналығынан көреген еді.
шағын елестетіп мен атаны алғаш көргенде батырды емес, тәртіптің өз бейнесін көрдім. Атаның әр қадамы есеп, әр сөзі тәрбие. Ата, соғыс туралы көп айтпайсыз ғой? Неге? Соғыс ол айтуға ғана емес, түсінуге де қиын нәрсе. Соғыста менен батыр, менен ақылды, менен білімді талай азаматтардың ерлікпен қаза тапқанын көзім көрді. Соғыста адам ерлік жасайды. Бірақ соғыс біткеннен кейін сол ерліктің салмағын көтере алмай қиналады. Сізді бәрі қатал дейді. Жоқ. Мен қатал емеспін қарағым. Менің жүрегімде көптеген жара бар. Ол жара бір солдат, бір адам, бір тағдыр. Осы жаралар мені қатал көрсетеді. Халық сізді аңызға айналдырды. Сіздің есіміңізді естігенде ерлік, батырлық, намыс елестейді. Сіз өзіңізді аңыз сезінесіз бе? Жоқ. Мен аңыз емеспін. Мен қазақтың ұлы. Менің аңызым, мен туған ауыл, мені тәрбиелеген, тәртіпке үйреткен әжем. Адам өзін ғана ойламау керек. Адам болашақ ұрпақтың қамын ойлау керек. Сол болашақ ұрпақ мына сендерсіңдер. Біздің басты жеңісіміз сендердің жақсы адам болып қалуларың. Кейде атаның қаталдығы көзге оғаш көрінеді. Бірақ жақын тұрған адам оның бейілін сезінеді. Біз атадан тәртіп тек соғыста емес, үйдің табалдырығынан басталатынын үйрендік. Біз атадан батырлықты емес, адам болуды үйрендік. Ата бізге тәрбиенің шуағын шашты. Сол шуақ әлі күнге дейін сөнген жоқ. Атам айтушы еді, намысыңды түземей, ерлік болмайды деп. Сол рас па? Рас. Бірақ намыс болса олай емес. Намыс тәртіп. Тәртіп өмірдің барлық саласының қайнар көзі. Менің өмірімнің де қалғысар тұсы осы тұс. Үрейді қалай жеңеміз? Үрейді жеңбейміз. Оны тәртіпке бағындырамыз. Өтіріктен балын жалап тірі жүргеннен шындықтан он ішіп өлген артық. Соғыстан кейін де мен жазушыларға қатал болдым. Өтірік айтпауларын талап еттім. Егер олар өтірік айтатын болса, менің ерлігімді ғана емес, рухымды да таптар еді. Мен бүкіл саналы ғұмырымда адам тәрбиелеуге арнадым. Соғыста да бейбіт күндерде. Тәртіпке тәртіпсіз ел болмайды,
тәртіпке бағынған құл болмайды. Алдарыңызда өнер көрсеткен Асқар Тоқпанов мектеп театры Батыр Бауыржан